Аллах тағала көктерді және жерді және адамзатты жаратқаннан кейін оның мақсатын баяндады. Әл-Әмбия, пайғамбарлар деп аталатын сүреде Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма халақнас самаа вал арда ва ма байнахума лағибин. Ей адамзат, аспанды және жерді және оның екі арасындағы күллі нәрселерді, оның ішінде біз де бармыз, ойнап жаратпадық дейді. Ойын үшін жаратпадық дейді. Біздің ісіміз ойын емес дейді. Алла тағала айтады: Лау арадна ан наттахиза лахуан. Егер де біз қандай да бір ермек ұстауды, бір нәрсені ермек етуді қаласақ еді дейді Алла тағала. Алла тағала пәк ондай сипаттардан жалпы адам баласы түсіну үшін айтып отыр. Қандай да бір ермекті біз алуды қаласақ еді, латтахазнаху мин ладунна ин кунна фаилин. Егер де оны істемекші болсақ, оны өз құзырымыздан ақ жасап алар едік қой дейді. Бірақ біздің ісіміз ойын емес, мынау дейді. Қараңыздар келесі аятқа. Бәл нақзифу бил хаққи алал батили. Біз ақиқатта келемізде, хақта келемізде, жердің бетіндегі тарап отқан жалғанды бір соғамыз дейді. Міне. Фаядмағаху. Жалғаннан түк қалдырмайды дейді. Сосын ол. Файза хуа захиқун. Жалған деген нәрсе жойылады дейді. Хақ қана жайылады дейді. Яғни әрбір жіберген елшісі арқылы. Валакумул вайлу мимма тасифун. Ал енді сендерден жаңағы ақиқаттан жұрдай болып, басқа нәрселерді ұстап, басқа нәрселерді сөйлеп, басқа нәрселермен айналысып жүргендерінің барлығы өздеріңе қайғы болып жетеді дейді ертең. Міне сондықтан Алла тағала Адам алейхиссаламды жаратты. Шолу жаңа қысқаша түрде болады иншалла. Өйткені әрбір пайғамбардың өмірі өте үлкен тарих, өте үлкен ғибратқа толы мағыналар. Бірақ жаңағы шама келгенше қысқартуға тырысамыз. Аллах тағала адамды жаратқаннан кейін жәннатқа қоя берді де, жұбайы екеуін қалаған нәрселеріңді жеңдер деді мына жәннаттан. Бұл Алланың рұқсаты, Алланың разылығы. Сосын мына ағашқа жақындамаңдар деді. Ла тақраба хазиги шажара. Мына ағашқа жақындамаңдар. Фатакуна миназ залимин. Әйтпесе менің хақыма әділетсіз істегендерден боласыңдар деді. Менің хақыма әділетсіздік істегендерден боласыңдар деді. Сөйтіп серт алынды. Естідік деп ойсындық деді Адам алейхиссалам. Соны енді Алла тағала айтады. Тоха сүресіндегі аяттарын келтірсек, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валақад ахидна иля адама мин қаблу фанасия. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сөзсіз біз бұрын адамнан серт алған едік дейді. Ағашқа жақындама деп. Фанасия. Сертті ұмытып қалды дейді адам. Сертті есінен шығарып алды. Валам наджид лаху азма. Біз оны сертке табанды түрде таппадық. Серт қалай бұзылды деген кезде وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Сол бір кез біз періштелердің барлығына адамға сәжде қылыңдар. Мен таңдаған адамды құрметтеңдер. Сәжде қылыңдар деген кезде күллісі сәжде жасап, Іблис қана бас тартты дейді сәжде жасаудан. Сол оқиғадан кейін біз адамға тағы да ескерттік дейді. Фақулна я Адам. Ей Адам, инна хаза адуун лака. Сөзсіз мынау сенің дұшпаның. Вали заужика. Және сенің жұбайыңның да дұшпаны бұл. Фала юхриджаннакума минал джаннати фаташқа. Екеуіңді жәннаттан шығарып жіберіп жүрмесін алдап. Сөйтіп бақытсыз болып қалмаңдар, жәннаттан айырылған бақытсыз болып қалмаңдар дейді. Сосын Алла тағала ол жердегі жалпы өмірді түсіндірді. Инна лака алла таджуға фиха ва ла тағра. Сөзсіз ей адам, ей адамның жұбайы, сен бұл жәннаттың ішінде егер бұйрығымды орындап жүретін болсаңдар, ешқашан бұл жерде сендердің қарындарың ашпайды, ешқашан жалаңаш қалмайсыңдар.
сондай-ақ сен бұл жерде ешқашан шөлдемейсің де, сондай-ақ ешқашан бұл жерде ыстықтамайсың. Өстіп күлді нәрсе баяндалып, серт алынғаннан кейін адам жаңағы иман мен ақылға тапсырылады ғой енді. Сөйтіп бір сәтін күтіп, ібліс келіп, шайтан келіп оған уәсуәс қылды дейді, азғырды. Біздің кез келгенімізді азғыратыны секілді. Мына бір мысалды келтіріп қояйық. Қазір бүйтіп кетіп бара жатқан кезде жолда ана жерде бір ақша жатса, сол жерде бізде иман бар, ақыл бар. Сөйтіп жаңағы ақшаны алып қалтамызға салатын кезде біз не істедік? Біз иманды да, ақылды да қолдан бердік. Шайтан қыр ал деді ойға. Біз алдық. Осындай дәрежеде жаңағы адамның ақылды қолдан беру деген нәрсе болады. Сөйтіп шайтан азғырды да, шайтан тәсілдерін жасады дейді оған. Я адам, хәл адуллука ала шажаратил хулди. Мен саған бір мәңгілік ағашын көрсетейін де. Мен сені бір мәңгілік ағашын көзіңе көрсетейін. Ал мулкин ла ябла. Немесе мен саған бір сондай билікті, патшалықты сілтейін. Ол ешқашан түгемейді, яғни ешқашан үзілмейді, сарқылмайтын бір патшалықты деп қызықтырды. Осы нәрсеге қызыққаннан кейін, жаңағы біз ана ақшаға қызыққан секілді, фаакала минха. Адам да, жұбайы да жеп қойды ол ағаштан дейді Алла. Фабадат лакума сауатухума. Нұр болған еді үстілері. Екеуінің де ұятты жерлері ашылып қалды дейді. Біздікіндей киімсіз түріміз сияқты ашылып қалды. Сөйтіп ұялғаннан, ұят иманнан болғандықтан, фатофиқа яқсифани алейхима мин варақил жанна. Сол жәннаттағы жапырақтарды алып үстілеріне жаба бастады. Қатты қысылған түрде, ұялған, қиналған түрде бүлдіріп қойғандары қазір жүректерінде жұмыс жасап тұр. Осылайша Алла Тағала айтады: "Ва аса адаму роббаху." Адам Раббысына тілазарлық жасап қойды. Фағуа, ақылды қолдан берді дейді. Ғуа деген сөз санасыз болып қалды, ақылсыздық істеп қойды деген нәрсені білдіреді. Сосын Аллах Тағала Адам алейхиссаламның көкейіне жаңағы солқылдап тұрған жүректі көреді Алла Тағала. Қиналып тұрған адамның жүрегі. Ол білдірді, бірақ ол білдіргеннен кейін ол қатты қиналып, өкініп, Раббысына қарай алмай тұрған күйде болады. Ал іблис кеше сәжде жасамағанда, ол мүлде мұңайған жоқ ол. Ол разы болды өзінің ісіне. Адам қиналып кетті. Сол солқылдап тұрып, сөйлеуге батылы жетпей тұрған адамның санасына Алла Тағала фаталаққа адаму мир раббихи калиматин. Алла Тағала айтылатын дұғаны көкейіне салып жібереді ғой. Жүрек дайынды. Сонда екеуінен дұға шығады. Роббана соламна анфусана. Раббымыз біз өзімізге әділетсіздік істеп қойдық. Ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Егер сен бізді рахмыңа, кешіріміңе өлемесең, рахмыңа алмасаң, онда біз біттік, заяға кеткен түріміз ғой, Раббымыз деген. Яғни енді бізге арғырай мүмкіндік жоқ қой, сен бермесең мүмкіндікті деп. Сол кезде Аллах Тағала суммачтабаху раббуху. Раббысы оны қайта таңдап мүмкіндік берді. Фатаба алейхи, тәубасын қабыл етті. Ва хада, сөйтіп тура жолға салды дейді. Содан кейін Алла Тағаланың даналығы қалағаны: Ва қала ихбита минха жамиан. Ей адам, ей Хауа, екеуің де барлықтарың бағдукум ли бағдин аду, бір-бірлеріңе дұшпан болып түсіңдер жерге, осы жерге қазір біз өмір сүріп жатқан. Сосын айтты: Фа имма яътияннакум минни худа. Ей адамзат, қайсы бір заманда менің тарапымнан тура жол келетін болса, елші, пайғамбар, кітабымен, фаман иттабаға худая, кім менің тура жолыма ілескен болса, фәлә ядиллу вәлә яшқа, ешқашан адаспайды, ешқашан бақытсыз болмайды дейді.
Ал енді сол елші келіп сөйлеген кезде, тура жолымды жеткізген кезде, «Вәмән ағрада ан зикри», кім мені еске алудан теріс айналатын болса, «Фәинна лаху маишатан донка», біз оны осы өмірде руханияттан жұрдай, тек қана материалдық, карьерлік, сондай бір мұңға салып қоятын өмірді береміз дейді. Дүниенің өмірін береміз дейді оған. Ол тыныштық таппайды дейді бұл өмірде. «Ванахшуруху яумал қиямати ағма». Сосын қиямет күні оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Сол кезде ол қиямет күні сол адам айтады дейді. «Қола робби лима хашартани ағма, ва қады күнту басира». Раббым, неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен дүниеде нақты көрген едім ғой, көзім бар еді ғой. Сонда Алла Тағала айтады екен: «Казалика ататка аятуна». Сол бір кез саған аяттарымыз келген еді, елшілеріміз арқылы. «Фанаситаха». Сен оны менсінбедің, ұмыта салдың оны. Не керек мына нәрсе деп. «Ва казалика ал-яума тунса» дейді Алла Тағала. Дәл осылай сен бүгін мәңгілікке ұмытыласың дейді. Яғни Алланың рахымына мүлде жақындай алмайсың дейді. Енді болды. Міне сондықтан Адам алейхиссалам осы аманатпен жердің бетіне түседі. Хауа анамыз екеуі. Сөйтіп Алла Тағала олардан ұрпақ шығарады жердің бетінде. «Бәсса минхума риджалан касиран ва нисаа». Қаншалаған ерлерді, қаншалаған әйелдерді жердің бетіне тарата бастады дейді.